Ертеде бір қоян орманда жанұясымен өмір сүріпті. Оның әйелі және 5 көжегі болыпты. Көжектерінің 4-еуі ұл болса, 1-еуі қыз бала екен. Қоян әке көжектерінің қарнын тойдыру үшін ол орманға жеміс теруге кетеді. Орманда келе жатып улы саңырауқұлақтарды көреді. Қоян оларды алмай сәл ілгері жүре береді. Алдынан алма салып тұрған ағаш көреді. Қоян қуанғанынан алма, алма деп айқайлайды. Алмаға бару үшін бірақ өзеннің арғы бетіне өту керек еді. Қоян өзенді жүзіп өтпекші болады. Өзен бара-бара тереңдеп, қоян суға батып кетеді. Қоян кері қайтып, мен қайықта болуым керек дейді. Жан-жағына қараса бір дөң ағаш тұр екен. Қоян ағашқа отырып өзеннен өтіп алма талына жетеді. Қараса алма талы көп алма салған екен. Олар қып-қызыл, өте тәтті екен. Қоян әндетіп қабын алмаға толтырып алады. Bir қырға келіп, сен мұнда не істеп жүрсің қоян деп сұрайды. Көжектеріме алма теріп жүрмін дейді қоян. Ормандағылар келеді де барлығы жинап кетеді. Тиме алмаға дейді қарға. Бұл жабайы алма, бұл ормандағы барлық аңға тиесілі дейді қоян. Сен алманы көжектеріңе жинап жатсың ба? Көжектеріңді қасқыр жегір дейді сонда қарға. Олай деме деп қоян қолындағы таяғымен қарғаны салып қалады. Солай қоян өзеннен өтіп, көжектеріме тамақ таптым, көжектерім тоятын болды деп қабын әрең сүйреп келе жатқанда аюға соғысып қалады. Аю, қорқақ қоян, мұнда не істеп жүрсің? Көзіңе қарап жүрмейсің бе дейді. Ой, аю сенбісің? Мен орманнан алма теріп келем. Алма жейсің бе? Ала ғой деп қоян аюға көп алма тастап кетеді. Рахмет қоян, мен саған тимеймін деп аю жөніне кетеді. Қоян келе жатып алдынан кірпіні көреді. Кірпіден сен не іздеп жүрсің деп сұрайды қоян. Мен саңырауқұлақ іздеп жүрмін, бірақ таппай жүрмін дейді. Ой, бұл сенің жағдайың менен нашар екен ғой. Мә, менде алма бар, ала ғой дейді қоян. Көріп тұрған тиындар да қоян аға, бізге де алма берші дейді. Оларға да береді, олар рахметін айтады. Сау бол деп кетіп қалады. Қоян бір жерге келгенде шаршап, ой, мына қаптың ауырын-ай, демалып алсам деп бір жерге отыра қалғанда, астынан көртышқан шыға келеді. Қоянға бұл сенбісің? Ненің исі шығып жатыр? Ол таптым алманың исі. Иә, саған да берем ала ғой, деп көртышқанға да алмалар беріп кетеді. Солай қоян өз жолымен кете береді. Көртышқанның жанына қарға ұшып келіп, ана қыли көз қоян барлықтарына алма таратып жүр, көжектері үйінде аш отыр деп қарқылдап ұшып кетеді. Ал қоян ана қарны аш көжектеріне ертек айтып, әкелерің келеді, сендерге көп жемістер әкеледі деп балаларын шуатып отырады. Солай қоян әке Жолшыбай барлығына алмасын таратып келеді. Келе жатып жолында 3 лақты жолықтырады. Оларға да алмасынан беріп кетеді. Артынан аңдып жүрген қарға ешкіге келіп, әй, қазір саған бір нәрсе айтам, жылайсың. Қыли көз қоян алмасын елдің бәріне таратып жүр. Үйінде көжектері аш отыр деп ұшып кетеді. Үйіндегі көжектерінің қарны ашқаны соншалықты, бос тәрелкені жалап өз-өздерін алдап отырады. Сол сәтте есіктерін тықылдатады. Көжектер әкем келді деп қатты қуанады. Қоян ана есікті ашса, тиындар екен. Олар толы себетпен саңырауқұлақ әкеліп, бұны сізге анамыз беріп жіберді. Көжектеріңізбен жеп алыңыздар деп кетіп қалады. Көжектері қуанып саңырауқұлаққа тойып алады.
Арам пиғылды қарға енді қоянға жамандық ойлай бастайды. Қоянның алмасы алынған жамау қабының түбін көрінбей тығылып, тұмсығымен шоқып-шоқып тесіп тастайды. Қоянның алмасы біртіндеп жылжымай түсіп, қабынан алмасы қалмайды. Қарға: «Ей, тоқта қоян, алмаңды елдің бәріне тараттың, маған да берсең болады ғой, мен де біреудің баласымын ғой», дейді. Сонда қоян: «Кешір, саған да беремін», деп қабын ашса, алмасы қалмапты. «Алмаңды елдің бәріне таратпай, көжектеріне апарсаң болады ғой», дейді қарға. «Ой, ештеме етпейді, қазір мен қайта барамын, алма келем, көресің, саған да берем», дейді. «Ей, қайда барасың? Жел тұрып, жауын келе жатыр, үйіңе қайт», дейді қарға. Қоян тыңдамай, ештеңе болмайды, алма алып келемін деп, жауынға қарамай жүгіріп кетеді. Сонда: «Керек еді сенің алмаң», дейді қарға. Осы кезде қоянның үйіне кірпі барып, көжектеріне көп саңырауқұлақ әкеледі. «Кірпі, орманнан әкелеріңді көрдім, бір қап алмасы бар, көтере алмай жатқан болар, келіп қалар», дейді де кетіп қалады. Қоян: «Ана, бұның бәрі көп қой, жартысын өзіңізге алыңыз», деп артынан жүгіріп есікті ашып қалғанда, ешкі кіріп келеді. «Амансың ба көрші, мынау сендерге, көжектеріңмен тойып алыңдар», деп 40 қабат беріп кетеді. Солай қоян әке жел жауынға қарамай, баяғы дөң ағашпен өзеннен өтіп, алма ағашына әрең жеткенде, алма ағашының түбінде қорылдап қасқыр жатыр екен. Қоян талды сілкілеп алмала бергенде, алмалары қасқырдың үстіне түсіп оянып кетеді. «Ей, бұл кім? Қоянсың ба?» дейді. «Қоян, мен алма алуға келдім». Қасқыр: «Не істесем болады, не істеймін, деп ойланайын деп тұрады. Қоян: «Менің 5 көжегім бар, тампушка, мампушка, шиқылдақ, шырылдақ, секіріп ойнайды. 4 ұлым бар, бір кішкентай нәзік қызым бар, олар аш отыр, мен алма алуға келдім, біз алманы жақсы көреміз», дейді қоян. Ал қасқыр: «Біз қоянды жақсы көреміз», деп қоянды көйлегінен ұстап іліп алады. Қоянға тұз сеуіп жегенді жақсы көреміз деп, ары-бері жұлқылағанда, қоян көйлегін шешіп қашып құтылады. Қасқыр артынан қуып келеді. Қоян тоқтай қалып, қабын ашып тұра қалады. Қасқыр тоқтай алмай қапқа киіліп қалады. Солай басын тауға ұрып, көрмей өзенге құлап ағып кетеді. Қоян жан таласып үйіне жетеді. Әйелі байқұс жылап күтіп отыр екен. «Есікті жап, есікті жақ», деп қоян құлай кетеді. Көжектері: «Әкеміз келді, әкеміз келді», деп қуанады. Сол кезде есікті біреу тақылдатады. Қоян: «Қасқыр келді, қасқыр келді, жасырыңдар барлығың», деп келебеттің астына тығылады. «Ей, үйде біреу бар ма? Бұл қоянның үйі ме?» деп аю терезеден қарайды. «Мен сендерге бала келдім, жеңдер», деп кетіп қалады. Осылай қоян өзінің отбасымен, бала шағасымен аман есен, уылдап шуылдап өмір сүре береді.